Ерден Сандыбайұлының кесенесі Қарағанды облысының Ұлытау ауданының Бозтұмсық ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 18 шақырым жерде Қаракеңгір өзенінің бойында орналасқан. Ерден Сандыбайұлы 1808-1862 жылдар аралығында ғұмыр кешкен Ұлытау өңіріндегі бағаналы найманнан шыққан қазақ батыры, биі. Ол 35 жасында аға сұлтан болған. Ерден аға сұлтан болып сайланған соң көп ұзамай-ақ 54 жасында дүниеден өткен. Кесененің беткі жабындысы күйдірілген кірпіштен қаланған. 20 ғасырдың 30 жылдарынан кейін кесененің кірпіші мүжіліп, күмбезі бұзылып біткен. Кесене 8 қырлы, күмбезді, шикі кірпіштен қаланып, іші сырты күйдірілген кірпіштен өрілген. 1999 жылдың қыркүйек айында Ұлытау ауданының және Жезқазған, Сәтпаев қалалары халқының күшімен Ерден Сандыбайұлының кесенесі толық қалпына келтірілген. Ескерткішті 1983 жылы Орталық Қазақстан экспедициясы зерттеген.